құлаған кезде мен қасында болдым. Сол сәтте түсіріліп қалған видео естеліктер де бар, фотолар да бар. Оны бір дәлелдейін деген дүние емес. Әрине, бұл әр нәрсеге, әрине менің жүрегіме тиеді. Ол сәт өте мен үшін ауыр. Дәл сол ауырып қалған уақытында Тұрсынбек Алматыда болды. Мен сол күні ғана Алматыдан Астанаға ұшып келген болатын. Сөйтіп, сол құлап қалды деген хабар келді. Бұл хабарды ести сала түнгі рейспен Алматыға асыққан. Сол сәттегі сезімі әлі есінде. Бірден қайтадан кешкі 8-дегі ұшаққа билет алып, қасымда құрбым мені қасымда болып, қолдап қолпаштап, енді мен сол уақыттағы состоянием өзім құлап қалуға дайын тұрдым. Менің көз алдыма неше түрлі дүниелер келді. Мен қазір дәрігердің алдына барғанда ол маған қандай хабар береді деген қорқынышты ойлар келді. 1,5 сағаттық жолым бір жарым ғасырдай болды. Жете алмай қалдым Алматыға. Тезірек жетсем екем, тезірек өзім көзіммен көрсем екем деген оймен. Сөйтіп ауруханаға бардық. Бірден дәрігерлер барлығы сыпайы барлығы кіргізіп, бірден реанимацияға апарды. Сол уақытта реанимацияға өткізуге болмады, өткізбеді. Бірақ екеуміз телефоннан, менде бар енді фото видеолары, осылай қабырға тұрып, прям кино сияқты, мына жағында Тұрсынбек палатада жатыр, реанимацияда, жан сақтау бөлімінде. Мен мына жақта видеомен сөйлестік. Кіруге болмайтын болғандықтан дәрігердің телефон. Көңіл күйі бәрі жақсы болды. Жаңағы отадан шықтым деді. Кішкене құлап қалып еркелеп жатырмын деп. Солай екеуміз екі жақтан еңіреп жыладық. Ал дау-дамай отадан соң басталған. Тіпті әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Дәл сол ауырған сәтінде қасында болдым, емделгенше қайта-қайта келіп кетіп жүрдім. Одан кейін өздеріңіз көріп жүргендей, Тұрсынбек мырза, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Түрлі іс-шараларда жүр, жобаларды жүргізіп жатыр, тойларға барып жатыр, қонаққа барып жатыр, бәрі жақсы. Ал менің оқырмандарымның арасында интерьер дизайнерлері болса, осындай әдемі идеяны қағып алыңыздар. Көп балалы отбасыға жақсы екен, бізге жақсы екен, иә? Қандай әдемі, насылыққа көзім тоймай тұр кәдімгі. Өлдірмей артына жасырып тұр, аяғы ауыр. Айтпа дедім.